Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай алма қосылып жасалатын печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұп-жұмсақ сары майға қантты ақырындап сала отырып миксермен араластырамыз. Одан кейін 4 дана жұмыртқаны бірден салмаймыз, біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Енді қамыр қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін ситадан өткізілген ұнымызды бөліп салып, әдемі қоймалжың қамыр дайындаймыз. Алдын ала ұсақтап туралған грек жаңғағын саламыз, артынан алманы салып, жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Енді пергамент қағаздың үстіне осылай қасықпен салып шығамыз. Аз-аздан салсаңыздар да болады, өз қалауыңыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне алмалы печеньеміз де дайын болды. Жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Сіздерге балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Міндетті түрде лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алмалы печенье бір жағынан пайдалы, бір жағынан өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлайым.